Мен жаңа айтқан болатын негізі. Бір апта уақыт деп. Сол. Айтатын. Мен ештеңке жоқ. Ешқандай айтатын да жоқ. Маған бір апта уақыт сұраймын. Айгүл бір апта дейді. Жарайды енді. Просто жаңа айтып тұрмын ғой енді. Бақытты болғысы келіп не қылып жатыр ғой, просто менің көз алдымда емес деймін да. Жалпы. Бақытты емес болғанда мынандай ғой. Просто баяғыда не үйде ұрыс болса, керіс болса, біз бүйтіп ойланбайтын едік та ше. Енді қазір любой ситуацияда ойланып қарайсың да ше. Просто елдің алдына шыққаннан кейін просто сол қызды елдің алдынан алып кеткім келеді, просто болды. Сұрайтыным сол, маған басқа ештеңке де қажет емес. Бұл енді біз қыз бен жігіт емеспіз, не деп бір-біріміз бүйтіп болды, сен өз жолмен жүр, мен өз жолмен кетемін дей салатын қыз бен жігіт емеспіз. Арамызды байланыстыратын себептер бар. Ол просто айтып жатқан нәрсе менің бұдан не үшін? Просто отношения дұрыстап алыңыздаршы екеулеріңіз. Просто маған мына кісіден мүмкіндік сұрап отырмын. Маған бере аласың ба бір мүмкіндік? Мына кісіден кешірім сұрап отырмын. Енді оны қалай түсінетін? Енді өздері біледі ары қарай. Жақсы. Мүмкіндік сұрадыңыз, Жанна. Айгүл кешірім сұрадым дедіңіз. Айгүл кешірімін берген сияқты. Жанна ханым айтайын. Қолдауын айтты. Енді бір ауыз сөз бола ма? Бұл кісінің мен ренжітіп қойған жерлерім өте көп. Бұл кісі жүрегінде сақтамайды ол нәрселерді. Но мен ренжітіп қойған жерлерін бәрін білем да. Сол себепті бұның анасына да кішкене ренжітіп қойған жерлерім бар. Бәрінің алдынан мен кешірім сұрап, осы жерде мен бұл кісінің қолын сұрап отырмын. Енді анасы да көріп отқан болса, мен өз баласындай көрген кісі өте, ол кісіде алғысым шексіз. Рұқсат болса жақсылап ойланып, бір дұрысынан бір шешім қабылдаса екен деп өзінен сұраймын. Жанна. Жаңа айтып жатыр ғой, Айгүл екеуі араларында шешіп алсын деген сияқты ше. Негізі Айгүл екеуміздің ара қатынасымыз жақсы. Негізі Айгүлмен былай сөйлесіп араласқан адаммын. Бұл жобаға дейін дейінші. Қазір тек сәлеміміз түзіп адамыз.